Туған жер айналдым сені, бауларым, тауларым мені. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңе. Анашымсы мен тігіп отырсың. Қызым, мен құрақ көрпеше тігіп отырмын. Ертеректе әжелеріміз матаның қиындысынан осылай құрақ көрпешелер тіккен. Мына жерде қызыл түс дегеніміз қуаныштың белгісі, көк түстер дегеніміз аспанымыз ашық болсын деген, жасыл түс дегеніміз өсіп өнсін деген мағынаны білдіреді. Қызым, мына көрпешені мен саған арнап тіктім. Анашым, рахмет. Анашым, мен де үйренсем бола ма? Әрине болады, қызым. Олай болса, мен саған ою беремін. Мына матаны фетрдегі оюды алып, бастырып шығасын бірінші. Сосын барып қайшымен қиып аламыз. Қызым, құрақ тек мата емес, ол тарих, ол тәрбие. Әр құрақта отбасының естелігі жатыр. Қазақта шаршы құрақ, орамал құрақ, 5 жұлдыз құрақ деген түрлері бар. Әжелеріміз тойға, келінге, балаға арнап, жеке-жеке құрақ тіккен. Бұл ысырап емес, шеберлік пен мейірімділік. Құрақ ұлттың жаны, оны ұмытпай келесі ұрпаққа жеткізейік.